Қойдың тоқ ішегінен және бүйрегінен дайындалатын ас. Сәлем достар, біз бүгін қойдың тоқ ішегі мен бүйрегін пешке қақтау арқылы пісіруді көрсететін боламыз. Ал сіз каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Алдымен қойдың ішегін жақсылап, тоқ ішегін жуып тазалап, тұздап, оны аударып аламыз. Жалпы кез келген малда тоқ ішегі және аш ішегі деген болады. Сол сияқты қойдың да аш ішегі мен тоқ ішегі. Біз қазір тоқ ішегін аламыз. Тоқ ішекті аударып алғаннан кейін оның қырындысын кетіру үшін тұз салып, бірнеше рет суық сумен жақсылап шайып аламыз. Егер сіз аш ішекті де тағам ретінде пісіргіңіз келсе, оны да тағыслап, тазалап, тұзды су жүгіртіп, тазалап, аударып алғаннан кейін оған параш жасап, соны өткізуіңізге болады. Яғни чұжық жасауыңызға болады. Қазір мен сіздерге бұл жерде ұсынатыным, қойдың тоқ ішегінің ішінде жуандау ішегі болады. Яғни жылқының етінен шұжық жасап жатамыз ғой. Тура солай қойдың жуан ішегінен шұжық жасауға болады. Оған тұз, бұрыш кішкене, болмаса қосып жіберіңіз, чеснок жасап, жіңішкелеп мойын етін алдым мен. Мойын етінен жіңішкелеп кесіп, міне видеода көрсетілгендей етіп аударып алсаңыз болады. Жақында мен қойды үйту туралы видео монтаждап салдым. Өте жақсы болды. Ол жерде әр елдің өзінің, әр ортаның өзінің салт дәстүріне байланысты жасадық. Көрермендеріме өте қызықты тақырып болды деген ойдамын. Бүгінгі тақырыпта сіздер үшін қызықты болады. Өйткені неге десеңіз, тоқ ішекті пештің үстіне қақтау арқылы пісіру. Біз қазір үлкен ішекті ішіне мойын етті тұздап аударып болып қалдық. Осындай ұзын, жуан, тойымды шұжық шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұдан да жақсы қызық тақырыптар салатын боламын. Бұл енді қойдың бүйрегі. Қазір майын сылып алып тастаймыз да, оны пешке қақтауға дайындаймыз. Сыртындағы майын алып тастаңыз, өйткені пештің үстіне салғанда май еріп тұтап, жайсыз жағдай туғызуы мүмкін. Бүйректі де кішкене тұздап пісірсеңіз дәмді болады. Жаңағы үлкен жуан ішекті аударғаннан кейін оны етпен бірге асып пісіру жеуге болады. Оны пешке қақтамаймыз. Біз тек тоқ ішегін пешке қақтаймыз. Ішегіміз дайын. Енді біз пештің үстіне тоқ ішекті салып жайғастырамыз. Пешті өте қатты жақпаңыздар. Себебі күйіп, жаңағы тоқ ішегіміздің ішкі жағы толық піспей қалуы мүмкін. Сол себептен баяу отқа осылай үстінен тастаңыздар. Менде енді үй пеш болғандықтан мен үйге салдым. Егер сізде дала пеші болса, оны далада пісіруіңізге де болады. Әрдайым аударып, жан-жағын пісіріп, кезек-кезегімен екі жағын қақтап аласыз. Жаңағы бүйрегімізді салдық. Өте дәмді болады қазір. Жалпы осыған жүкті әйелдер жерік көп те жатады, өйткені өз басымнан өтті. Пештің үстінде әрдайым қарап тұру керек. Кезек-кезек аударып, жан-жағын пісіруге қызарып піскенше күтеміз. Сарғайып, қызарып піскенше. Ең керемет сәт дайын. Негізі толыққанды жан-жағын пісірдік. Бүйрегімізде дайын. Табағымызға саламыз. Мінекей керемет, дәмді, тұзы да күшті. Сіздер жасап көріңіздер. Менің каналыма пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.